армысыздар қазақ елі. Жанды өсіру жолдары бойынша өткенде де тақырыпты айтып кеткенбіз. Жалпы үш біліммен қосамыз жан білімді. Біріншіден аруақ, және осында жақшаның ішінде көрсетіп кеттім аруақты, бірақ түсіндіріп айту керекпін. Сондықтан аруақ дегеніміз не? Біріншіден тоқталатын болсам, Алланың құлдары, әулие періштелер. Әулие әмбилер біздің құрамымызға да, құрбандығымызға да мұқтаж емес. Тікелей Алланың нұры алып тұр о кісілер. Олар жанаттықтар. Оларға біз мұқтажбыз керісінше. Әулиелер арқылы Аллаға жалбарынып, өзіміздің ата-бабамызды тозақтан құтқарамыз. Әруақ дегеніміз әлі екі аралықта жұмаққа көтерілуге ұрпақтарынан Құран қажет ететіндер. Пайғамбар айтқандай, әруақтарға азық беру керек деген, яғни тозақтан құтқару керек деген. Түсіндіру үшін осы жерде көрсетіп кеттім. Жалпы біріншіден осы аруақ арқылы жанға білім қоса аламыз. Екіншіден сөзімізбен деп өткенде де айтып кеттік. Үшіншіден Раббымыздың білімі бойынша. Енді осы жанды өсіру бойынша Абай атамыздың 43-ші қара сөзге тоқталып кеткім келеді. Қара сөзінде адам ұғымын екі затпен көрсеткен екен. Біріншіден тән және жан. Тәнді айтып кеткен, бұл еріксіз болатын тілек деп. Жанды еңбекпен табылатын нәрседен пайда болған. Жалғастырып айтатын болсақ, тән дегеніміз ішсем, жесем демектің басы. Иықтамақ та соған ұқсайды. Аз ба, көп пе, білсем екен, көрсем екен деген арзу. Арзу дегеніміз тілек, мақсат, арман. Бұлардың да басы еріксіз болатын тілек. Жанға келетін болсақ, ақыл, ғылым, бұлар кәсіби. Көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, осы бесеуі арқылы тыстағы денеден хабар алу. Көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, осы бес нәрсемен жанға хабар жететін болса, осы қуаттар әуелде кішкентай ғана болады. Егер ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын көбейтеді, немесе зойтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да жоғалады. Тіпті жоғалмаса да аз мәз нәрсе болып қалуы. Және де үлкен еш нәрсеге жарамайтындай болады. Кімде-кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындысын, орынсызын, бәрінде бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап табады. Бұлай етіп, бұл қарекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Келесі осы қара сөзінде надан адамның ісі туралы айтылған. Оны түсіндіріп кететін болсам, ойсыз, өнерсіз надан адамның ісі біріншіден Құдай тағалаға өзі ақыл бермеген соң қайтейік деп айтады. Және де екіншіден Құдай тағалаға жала жауып өзін құтқармақ болатындығы. Ол кезде Құдай тағала сені менен мені бірдей жаратып па деген сияқты Құдай тағалаға өзін жала жабғанын көрсетіп тұр. Бұл жаңағы ойсыз, өнерсіз надан адамның ісі екенін дәлелдеп тұр. Құдай тағала оған мысалға көрме, естпе, көргеніңді, естігеніңді нәрсеңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен, жемек, ұйықтамақпен, мақтанып, әуре бол да, ішіндегі қазынаңды жоғалтып, қайбан бол деген жоқ қой, дегенмен толықтырып кеткен сөзінде, қара сөзінде. Мақтаншақты,
пайда күнемдік, салғырттық, жеңілдік, бұлар жүректің айнасына таза болған жағдайда анық раушан болып түседі екен. Сондықтан да тұла бойымызға жайлады, тез ұмыттырмайды. Егерде осы 4 нәрсеміз жүректі кірлейтін алса орын, онда жүректің айнасы бұзылады. Сондықтан да қисық, күңгірт көрсетеді. Осы нәрселердің кірленгендіктен онды ұғым болмайды екен. Бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе, зікір өлең жинақтарынан айтқым келеді. Әр нәрсенің жөні болмай ма, қадірін танып алғанға, тілек тілеу Құдайдан, ақылсыз қабыл қылған ба? Байлықты тілеп Құдайдан, жоқ болса ақыл не пайда? Ақылмен дәулет ұсталған, жалғанып пенде Құранға. Арам тер шығар еңбекпен, қозғалыс қимыл себеппен, тәніңді күтіп баптасаң, нәпсің күйін күшейткен. Нәпсіге жолдау нұсқасаң, аруақтан қуат қоспасаң, жаның өспей жантайып, сезімін кетер қарайып. Зейнетте мақрұм жалғаның, шерікті арам қосқаның. Үйретпей тәнді жасыңнан, арамнан өсер ет малдарың. Еңбек ет адал жастай ұнатып, бұлшық ет шират қатайтып. Жанға да мол азық жинарсың, саусақтың ұшын қозғалтып. Икемге келтір мән тауып, қолөнер болар жанға азық. Еңбектен өскен денеңе нұр берер Құдайдан, Құдай жалғантып. Сайраған құрт тіл құтқармас, қол еңбек болмай мән таппас. Еңбексіз табыс арамас, жасыңнан жанға болма қас. Балаға жастай өсет, айт өсет, құйма құлақ өнер қасиет. Қол өнер кәсіп меңгерсе, еңбекпен келер нәсиет. Көргенде көзде қырағы, еңбекпен өніп жанады. Асқан соқтық бір төбе, ұсталықпен жанбағалы. Нәсібеден құр қалмас, тағдырыңнан тұрса ажырамас. Өкпешіл мен кекшілдік, көңілден орын табалмас. Жасыңнан мұны қолың ал, алдын алып қорған сал. Жалқаулықпен негізді, денегің екпей тыйым сал. Арсыздықта күнә бар, теріс сой арам шөп шығар. Көбеймей жаның бақшасы, еңбегің еш тұзың сор болар. Еңбекпен қыл амал, арқалап білім болма амал. Еңбекпен ақыл өспесе, ғылыммен жанда болмас хал. Осылай сіздерге бүгінгі тақырыпты ұсынып отырмын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.